Соңғы кездері басымда бір түрлі ойлар жүр. Бәлкім онда ой сіздің де басыңызда болған шығар. Жүгірумен айналысқың келеді, сенде кроссовка жоқ. Содан кроссовкаға тақаласың да сонымен, ладно деп қоя саласың. Или йога жайында, сенде ковер жоқ, сен пока йога істемей тұрсаң болады. Или йоганың коверін анықтайсың, оны там отзывтарды көресің, Каспиді ақтарасың и так далее. И сонымен негізгі основной сүйттан былай сразу артқа кете бересің. И бұндай моменттер өте көп. Бұл ойлардың барлығын беспонтовый ойлар деп отырмын. Беспонтовый ойлар деп отырмын. Бүгінгі тема беспонтовый ойлар. Маған әдемі видео түсіру үшін не жетіспейді. Локация жайында ойладым, одан кейін студия алу керек, студиямен келісу керек, возможно бартермен істеймін, или әдемі үй бар, біреумен сөйлесем. Сол кезде менде шынымен де топовый контент шығады деген ой. В общем, не үшін беспонтовый десеңіздер, на данный момент енді шынымен де камера бар, жарық бар, свет бар, бәрі бар. Маған тек қана контент шығару керек, ал мен болсам бір болмайтын локация жайында ойлармен обратно кетіп отырмын. Бәлкім бұнанда перфекционисттер, бір ойбай, бұл өте маңызды качество анау дейтін шығар, бірақ шын ойым менің. Шынымен де ол беспонтовый тымға да қажет емес ойлар. Бір моментте мен локация іздеп кеттім, то что осы жерден түсірсем прям шикарный контент әдемі болып, картинкасы да шикарный болып шығады деп. Оны ары іздедік, неше түрлі студиялармен келістік. Мен вроде видео түсіру керекпін да, локация жайында басқа тұрып емес. Видеоға арналған менде киім жоқ, или шашымды алмадым, бетіме угри шығып кетті, сондықтан түспеймін. И всегда сондай отмазкаларды шыға береді екен да, былай. И жоқ нәрселерді всегда көре бересің. Возможно, іште де кейде ой болады, типа Black Magic болса мен күшті түсіретін едім, анау болса вообще керемет болатын еді, мынау болса вообще тамаша болатын еді деп. И жоқ нәрселерді ғана көре бастайсың. Енді не дейміз, кішігірім ғана сіздердің комментарийынан қолдау күтемін. Қолдау болғанда мынандай. Дайте өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сіздерді постоянно сол мақсатқа жету жолында кедергі болып жүрген негізгі ойлар қандай? Егер де ол шынымен де кедергі болатын болса. Сіздермен болған Алмат мырза, қош, сау болыңыздар.